Құрметті менің оқырмандарым, сіздерге түрлі түсті асықтар ойынын көрсеткім келіп отыр. Бұл жерде балалардың алдына мынандай карточкалар беріледі. Балалар осы карточкаға қарап асықтарды орналастырады. Мысалы, мына карточка беріледі. Сосын балалар қолына мынандай түрлі түсті асықтар беріледі. Сол карточкаға қарап бала асықтарды орналастырады. Мысалы, мына карточкаға қарап бірінші қандай асық? Жасыл, екінші қызыл, сары, көк деп осылай орналастырып ойнайды. Бұл ойын менің телеграм каналымда бар. Құрметті әріптестер, бұл тағы да фонарик ойыны қазақ үй. Бұл жерде балалар мына фонарик арқылы қазақ үйдің артында неше асық жасалған соны табады. Бұл жерде мысалы көрініп тұрған бір асық, екі асық, үш асық, төрт асық орналасқан екен қазақ үйде. Оң жағында, қазақ үйдің оң жағында неше асық орналасқан деп балалардың сұрауы. Оң жақ, сол жақ деп. Оң жағында екі асық, сол жағында екі асық деп ойнауға болады. Келесі, мында неше асық? Мында бір асық. Оң жағында бір асық, сол жағында асық жоқ деп. Осылай ойнатуға болады. Бұл ойындар менің телеграм каналымда бар. Келесі, құрметті оқырмандарым, осындай ойын дайындадым. Цифрлы қоржын деп атауға болады. Бұл жерде бұл ойынды әртүрлі сабақта қолданса болады. Мысалы, мына жерге сандар жазып кетеміз. 4, мында 5 деп. Балалар санай отырып асықтарды салып алады. Мысалы, 1-ден 4-ке дейін. 1, 2, 3, 4 деп. Мысалы, мында 5 асықты салып алады. Санап. Немесе асықтардың үстіне есеп шығарып өтсе болады. 2 қосу 3 деп. Мысалы, 1 қосу 4 деп. 2 қосу 2 деп. Балалар мына есепті шығарып отырып қоржынға салады. Мысалы, 2 мен 2-нің қосындысы нешеге тең? 4-ге тең деп. 2 мен 3-нің қосындысы нешеге тең? 5-ге тең деп. Осылайда ойнатуға болады. Бұл ойындар менің телеграм каналымда бар.